облысының мамандандырылған ауданаралық әкімшілік сотында 2023-2024 жылы қаралған әкімшілік істердің басым көпшілігі жер қатынастарының туындайтын даулар екендігі байқалады. 2023 жылы аяқталған 1056 әкімшілік істің 399-ы, ал 2024 жылдың 8 айында аяқталған 804 әкімшілік істің 345-і жер қатынастарынан туындайтын даулар екендігі байқалады. Қазақстан Республикасы жер заңнамасына сәйкес, тұрғын үй құрылысы үшін жер учаскелері бірінші 3 жыл мерзімге жалға беріледі. 3 жыл ішінде жер учаскелері игерілген жағдайда ғана ол жеке меншікке табысталады. Алайда сот тәжірибесі көрсетіп отырғандай, азаматтар шарт талаптарымен жете таныспай, бұл жер учаскесі өздеріне жеке меншікке табысталған деп санап, жер учаскесінің игеру мерзімдерін негізсіз өткізіп алып жатады, арты дауға ұласады. Мұндай даулардың алдын алу мақсатында келесі әрекеттерді жасау ұсынылады. Бірінші, жер учаскесін жалға беру туралы шарт талаптарымен толыққанды танысып, сұрақтарыңыз туындаған жағдайда уәкілетті органға, яғни сол аумақтағы ауыл шаруашылығы мен жер қатынастар бөліміне жүгіну. Екінші, жер учаскесін жалға беру шартында көрсетілген мерзім ішінде игеріп үлгермей жатқан жағдайда шарт мерзімінің аяқталуына 3 ай мерзім қалғанда жергілікті атқарушы органға оның мерзімін ұзарту туралы арызбен жүгіну. Үшінші, даудың алдын алу мақсатында шарт талаптарын қатаң сақтау, заң талаптарын қатаң сақтау және заңсыз әрекеттерге жол бермеу.